Так, бәріңізге сәлем достар. Сіздермен бүгін clasher.kz арнасы. Я достар, короче, бүгін мен көп созбайын видеоны. Так, сол бақа крейг. Ну, шағын бак, ол, короче, клан Big World деп аталынады. Көріп тұрсыздар. Хэштег тұр, решетка 8GG. Открытый клан, 50 адам бар, 0 победа, жеңіс. Кәдімгі клан, короче, астатеміз, опа, мындай нәрсені көреміз. Бұл не көріп тұрсыздар өздеріңіз, қалай астатып біткені. Сол некті қалай істеді, сол шағын бак болып келеді, бірақ бұны одан басқа бәрімізге жұмбақ болып қалады. Сосын тағыда мен ана видеода түсірген болатын, The Revenge Clan деген декорация типа гоблинская база. Сондай типа тастар, сосын рага дейді ғой декорация. Ма көріп тұрғандарыңыздай видеода, ана видеода өтіп өткен. Сол, короче, сол осы клан туралы, игрок туралы американдық, ресейлік, украиндық видео ютуберлер осын түсірген болатын. Енді ол түсіргеннен кейін бүкіліне таралып кетеді. Короче, Supercell компаниясының директоры Илка дейді ғой, Илка. Сол, короче, көріп қалды ма, сол бакты жөндейді. Көріп тұрғаныңыздар, ана видеода бүкілі осы әскерлер бүкілі ештеңе өзгермеген. Әскерлер ғана өзгерген. Онда голем деп қой. Гигант ашылмаған болатын, молния, сосын бомбер, шар, бактар ашылмаған болатын. Supercell компаниясы бүкіл ойын, бүкіл адам үшін ортақ болған қалайды, взломсыз, багсыз дегендей. Ал посетить ететін болсақ, оппана, ана видеода андай тастар, сосын рага, мүйіздер жоқ. Тығы 7, тығы 8-дегі 8-ші уровендік пушкалар мүлдем жоқ. Бұл қайтан артқа прокачать етілген ба бір бәле. Короче, соның бүкілін апсады. Кәдімгі бүкілін бүге қылып тастады. Бүкіл строительдерді қосты. Сосын хранилище, военный лагерлерді қосты. Мартирада 3-ші уровень әлі, 5-ші уровень болатын ана видеода. Короче, бүгінгі видео осы бактор туралы болды. Короче, сосын тағда айтатын нәрсе. Мен ВК-да жазған болатымын. Менің кланымен, типа, дуэлге шығатын клан бар ма деп. Сосын балалар маған айтты, достар. Короче, группадағы достар, балалар, айтқан болатын, дуэл деген не, ана мына, оны қалай запустить, ондай обновление шықты ма не, ондай қалай істейді дегендей. Мен түсіндірейін. Дуэл деген типа, мысалы, мен бір кланды табайын, например, қазақша клан. Сосын сол кланның главасына предложить етем. Сынам, типа, менің кланым, анамна скриншот жасайым. Состав айтамыз, 2-9, 3-8 дегендей. Сосын келісім бойынша КВ біту керек. Сосын КВ-ны не істеу, жаңағы составтарды бірге шығарып, сосын келісіп, бір уақытта КВ-ны бастау керек. Сонда жаңағы клан мен клан бірге шығуы мүмкін. Ол рандомны әрине. Ол туралы ресейлік ютубер Макс Лукты білсеңіздер, сол айтқан болатын. Және ол осы 2014 жылы ма, 2015, даже 2015 жазында, июнда ма, сонда, короче, турнир құрастырған болатын. Сол турнирге Қазақстан бойынша 2 қазақстандық клан шыққан болатын. Біреуі 50 қазақ батыры, екіншісі қазақ армия деген. Ол 2 КВ-да жеңді, сосын жеңіліп қалды.
сол турнирдің жеңімпазы Лепрекон деген клан болатын. Лепреконы деген, иә. Сол, короче, ну, как бы сказать, сондай типа дуэл жасайын деп жатырық. Егер барлығы жақсы болып, егер менің кланмен дуэл жасағыңыз келсе, маған ВК-да шығыңыздар, Рамзат Қасқырбаев, иә. Сол, өздеріңіз кланның скрин жасаңыздар, сосын сондай келсеміз. Дружба тыстай жатқанда дуэл деп жасаңыздар, мен қабылдап келсеміз, иә. Сосын егер болып атса, сол осы YouTube каналдың атынан Қазақстан бойынша бүкіларалық турнир ұйымдастырам. Және, егер ол болып атса, әрине, сосын конкурс деп атсыздар. Конкурс қашан ұйымдастырасың, Рамзат деп жатыр. Конкурс ұйымдастырамын, әрине. Ол туралы ұмытқан жоқпын. Аз ғана уақыттар қалды. Егер сіздерге видео ұнаса, лайк басыңыздар, достарыңыз шақырыңыздар, каналдың көркеюіне үлес қосыңыздар. Сіздермен бүгін болған clasher.kz арнасы. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар, достар.